өсімдікті ақпарат тапты өсімдікті. Енді бірақ сабаққа тек 2 өсімдік туралы ақпарат апару керек. 2 өсімдікті таңдау арқылы неше нұсқасы бар? Өсімдіктердің атауларының бірінші әріптерін алып нұсқа оқимыз. Иә, айтауы? Иә. ВК. Содан кейін. Иә, Ерасыл? Б-ры. Келесі нұсқасы тағы бар ма? Иә. АК тағы. Иә. Иә. А-ры дейді. Сосын тағы. Бар ма? Иә. К-ры. Сонда барлығы неше нұсқа шықты бала бізде? 6 нұсқа екен. Сонда Арман барлығы балалар неше нұсқа таңдап апара алады екен? 6 нұсқаменен 2 өсімдік туралы ақпарат ала алады екен балалар. Жақсы, олай болса балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ екен? Иә? Таңдап алу әдісімен комбинаторлық есептерді шығару. Иә балалар, сонда біздің бүгінгі сабағымыз жаңа сабақ емес, өткен сабақтарды қорытындылау екен. Сабағымыздың мақсаты таңдап алу әдісімен комбинаторлық есептерді шығару екен балалар. Олай болса оқулықпен жұмыс жасаймыз балалар. Ұжымдық жұмыс. Нөмірі 3-ші есепте кез келген бір таңдалы 4 сан ал, олардан барынша көбірек 2 таңдалы сан құрастыру. Мен сіздерге балалар 5, 6, 7, 8 сандарын беріп тұрмын. Дәптеріңізге балалар барынша жаттап 2 таңдалы сан құрастырайық. Жақсында айдана оқи ғой. Өзің жазғаныңды оқи ғой Айдана. Иә? 54, 56, 57, 64, 65, 67, 74, 75, 76, 84, 85, 86. Балалар, Айданада бізде Ол тұталды. Иә, ал бізде 4 ма балалар? Жоқ, ал Айданада орнат 4 санын алған екен. Бірақ біз оны қате деп алмаймыз балалар. Айдана өзі басқа санды ауыстырып алған екен. Ал жақсы онда Ибрагим сен оқи ғой. 56, 57, 58, 65, 67, 68, 75, 76, 87, 86, 87. Сонда балалар, неше сан құрастырыңдар? 12. Қайны олар өте тексеріп қарайшы. Дұрыс па екен құрғандар балалар? Иә. Сонда біз бір таңбалы 4 саннан 2 таңбалы неше сан құрастырдық балалар? 12 сан құрастырған екен. Жақсы. Балалар, олай болса бізде топтық жұмыс балалар. Топтық жұмыс кәне орындап алайық. Бірінші топ бізде бөлу амалынан өрнек құрады балалар, мәнін есептейсіңдер. Ал екінші топ балалар көбейту амалынан өрнек құрып, мәнін есептеп табамыз. Ал кім қанынан жүріп оқи ғой. Тыңдаймыз балалар. Тыңдаймыз балалар. 10.143'tün 69'un bölündüsü 65 mının 64'ün doğrusu ayırması kuvvetimiz 14.406'a teğet.
10.856'dan 26'ga bölündüse 98'ge көбейтеміз 44.688. Жақсы бала қане. Дұрыс шығар ма? Сонда бірінші топқа қанша балл қоясыңдар балалар? Қанша балл қоясыңдар? Неге 2 балл қойдыңдар? Көбейт амал өнек құрады, мәнін есептеді. Жақсы бал. Келесі екінші топ қане. 8.965, 98'den bölündüsü 340'dan 225'ten bölündüsü temperatürası 120'den 6 bölündüsü 380 Бөліндісінен. Сонда қанша деген сан шықты? 3.200. Қане балалар? Бірінші топ. Есепті шығарма балалар. Қате жоқ па қарай? Ал неше балл қоямыз? 2. Неге 2 балл қойдыңдар? Амалды өнек құрады, мәнін есептеді. Жарайсыңдар балалар. 2 топта өрнек құрастырып, мәнін есептеп таптыңдар. Бізде сонда 2 топта неше балдан алып балалар? 2 балдан алған екенбіз. Келесі балалар бізде жұптық тапсырма. Айдана, бір орындаймыз. Бізде болды мадинаментом, айделемен нұрабылде болды солай ма? Айзы кімде болды? Жақсы жәрі. Кәне, бәріміз болды па? Олай болса, кәне, жұптар бір-бірді тексереді. Әне, Ибрагименен, жасымен тіккен мадинаменен кімдікі тексері қояды. Орын ауыстырған. Жоқ, мыналарын тұра берсін. Орындарын ауыстырмай. Кел, ана, Адиля мен Нұрабіл, және мен кімдікін тексере қойыңыздар. Кел, екеуің ауыстырмай. Кәт, күтейін. Ал екеуің, Ерасы мен Нұрайын. Орын ауыстыра қоямыз. Сонда неше балл қоясың? Неше балл қоясың? 2 баллға қоямыз. Солай ма? Толтыра алды. Жақсы, өте жақсы. Ал сізде неше балл қоясыңдар? 2 балл қоямыз. Неге? Себебі цифрларды пайдаланып, 2 таңбалы сандарды жақтарды, кестені толықтырды. Жақсы, толтырып, жақсы. Солай ма дұрыс жақсы екен? Жақсы. Бара қоямыз. Тұрыңызға. Айта қой. Неге 2 балл қоямыз? Өйткені цифрларды пайдаланып, 2 таңбалы сандарды жазды. Сосын кестені толтырды. Өте жақсы. Ал Нұрабіл сендер неше балл қойыңдар? Айдана мен, Айнұратмен жәнеге 2 балл қойыңдар,
2 таңбалы санды кестеді. Жазып, сосын кестені толық толтырып па? Жақсы бар. Келе Айдана мен Аймұрат, кімге? Ерасыл мен Нұрайымға неше қойдыңдар? Қарап жүр. 2 балл қойғанда олар жақсы ойнады. Кел, Шәдетіне оңа келіп айта ғой. Адене мен Нұрабір неше балл қоясың? 2 балды пайдаланып 2 таңбалы сандарды жазасың. Кестені толтырды. Кестені толтырды, солай ма? Өте жақсы балл. Бізде сонда балалар өте жақсы, жұрттық жұмысты өте жақсы атқарған екен. Олай болса балалар. Жеке жұмыс балалар. Алсақтырушы бағалау. Бір бағытта қалып қою қозғалысына берілген есептерді шығарамыз балалар. Сызбаға қараймыз. Есеп құрастырып шығарамыз. Жақтаймыз балалар. Уақыт белгісіз минут. Шешуі В жақындық табу үшін В1-ді қосамыз В2-ге. 300, яғни 300-ді қосамыз 200-ге. 500 километр минут. Уақытты табу үшін В жақындықты бөлеміз арақашықтыққа. Яғни 500 бөлу 500. 1 минут. Жауабы уақыт 1 минут. Сонда қанша уақыт қалып қойған? 1 минутқа қалып қойып тұр екен. Солай ма? Жақсы балалар. Әке, қалған балаларды мен артынан өзім тексере қоямын балалар. Балалар, жақсы. Осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Бүгінгі сабағымызды толық түсіндік десе, балалар біз неге тапсырамыз? Күнге, егер бүгінгі сабақты әлі де түсінерім бар десе, біз күн бетін болып жатырмыз. Солай ма? Екіншісіне жатырамыз. Мүлдем түсінеміз десек, болтты күнге жастырамаймыз. Секілдерімізді жастырамыз. Дәл басымыз. İbrahim sence niye şimdi nakliyor haftadan bakayım? Бүгінгі тақырып бойынша жақсы балалар. Өте жақсы балалар. Осымен біздің сабағымыз